Тараз қаласынан 18 шақырым жерде екі кесене бой көтеріп тұр. Олардың тұрғызылғанына 9 ғасырдан асқан. Тіпті Тәж-Махалдан 400 жылға үлкен. Жыл сайын жас жұбайлар үйлену тойы күні осында келеді. Олардың мақсаты бірге болуды жазбаған екі ғашықтың рухына тағзым ету. Бұл Айша бибі мен Қара ханның хикаясы. 11 ғасыр. Қазақ даласы. Айша белгілі ғұлама әрі ақынның қызы. Ақылына көркі сай, ғажайып ару. Қара хан Тараздың билеушісі, жас, қайратты, өр мінезді жауынгер. Олардың жолдары өнерде бір-ақ рет тоғысса да, бір көргеннен ақ, Қара хан өзінің маңдайына жазылған бағын тапқанын түсінді. Ол Айшаның ұстазына келіп, оның қолын сұрады. Алайда ұстазы Қара ханның бетін қайтарды. Ұстаз үшін жас билеушінің шыққан тегі аса мәртебелі емес еді. Қара хан ауыр мұңмен кері қайтты. Бірақ жүрегіндегі махаббат оты сөнбеді. Сонда Айша тәуекелге бел буды. Түн жамылып, үлкендердің ақ батасын күтпестен, ол атқа қонып туған үйінен кетіп қалды. Оның соңынан тек адал күтушісі Бабаджа қатын ғана ілесті. Ол заманда үлкеннің сөзінен шығу бүкіл әлемге қарсы тұрумен теңеді. Ұстазы бос киіз үйді көргенде ашуға булығып, оның артына мынадай қарғыс айтты. 6 өзеннен аман өтерсін, 7-сінен өте алмайсың. Күйеу жігітімнің бөрігін кек алыстан ғана көресің. Қарғыс па? Әлде қатыгез сәуегейлік пе? Айша күш жіберін аямастан алға ұмтылды. Күн артынан күн өтті. Өзен артынан өзен қалды. 6 өзен артта қалды. Алда 7-ші Асау аса өзені көрінді. Олар осы жерге аялдады. Ұзақ әрі қауіпті жолдан шаршаған қыз өзенге шомылып алуды ұйғарды. Ол ұстазының сақшылары соңдарынан жетіп, оның сәукелесіне кішкентай дала жыланын жасырын салып біткенін білмеді. Айша жағаға шықты. Сәукелесін киді. Сол кезде оны жылан шағып алды. Оның тұла бойына лезде тарап кетті. Жаршы Таразға жетіп үлгерді. Қара хан атын болдыртып өзенге ұшып жетті. Бірақ емшілер бастарын төмен салды. Өз дегенін істеген еді. Сонда билеуші, молдаға дәл сол жерде, сыз топырақтың үстінде дереу неке қию рәсімін өткізуді бұйырды. Ол қыздың әлсіреген қолын қатты қысып, 3 рет бұлай деп сыбырлады. Айша, енді сен менің жарымсың. Бұл оның естіген соңғы сөздері еді. Болжам орындалды. Ол сүйіктісін көрді. Бірақ оның иінім табалдырығын аттай алмады. Қара хан Айшаны дәл сол өзеннің биік жағасына жерледі. Ол көз жауын алатын ғажайып кесене тұрғызуға әмір етті. Адал күтушісі Бабаджа сол қабір басында қалды. Ол соңғы демі үзілгенше өз ханымының тыныштығын күзетті. Кейін оның да қасына 20 шақтық адам жерге жерледі. Қара хан шайқастар мен жеңістерге толы ұзақ ғұмыр кешті. Бірақ өлерінің алдында қартайған билеуші бір ғана нәрсені өтінді. Мені Айшамның кесенесі көрініп тұратын жерге жерлендір. Оның бұл өсиеті орындалды. 9 ғасыр бойы қос кесене дала желінің өтінде бір-біріне мұңая қарап тұр. Халық арасында бұл аңыздың 28 нұсқасы сақталған. Бірақ барлығының түпкі мәні біреу ғана.